Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін біз физика пәнінен 9 сынып бойынша жаңа тақырыпты бастаймыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз радиоактивтілік, радиоактивті сәулеленудің табиғаты деп аталады. Оқу мақсаты: альфа, бета және гамма сәулеленудің табиғаты мен қасиеттерін түсіндіру. 2500 жыл бұрын Демокрит ең кіші бөлшек атом екенін және оның ары қарай бөлінбейтінін болжаған. Ал 20 ғасырдың басында бұл болжам тәжірибе жүзінде дәлелденіп, теріске шығарылды. Эрнест Резерфорд атомның құрылысы оң зарядты ядродан және теріс зарядты электроннан тұратындығын эксперимент арқылы ашты. Ал атомның ядросының құрылысы одан да күрделі екендігін, яғни оны кімдер ашты, қалай ашты, оның қасиеттері қандай, өмірдегі қолданылуы қандай, міне бүгінгі сабақта осы сұрақтарға жауапты талқылайтын боламыз. 20 ғасырдың аяғында 1896 жылы француз ғалымы Анри Беккерель табиғаты ерекше бір сәулеге тап болды. Менделеев кестесінің соңына қарай орналасқан уран элементінің көзге көрінбейтін бөлшектер мен сәулелерді шығарып жатқандығын анықтады. Беккерель уран тұзының өздігінен көрінбейтін сәулелер шығаратынын байқады. Ол ұзақ уақыт бойы осы құбылысты алдын ала күн жарығына сәулелендірілген заттардың соңынан сәуле шығаруын зерттеумен шұғылданған. Содан кейін фотопластинаны тығыз қара қағазға орап, үстіне уран тұзының қиыршықтарын сеуіп, ашық күн көзіне қойды. Айқындағаннан кейін пластинаның тұз жатқан бөліктерінің қарайғанын байқаған. 1896 жылы 24 ақпанда ауа райы бұлтты болғандықтан кезекті тәжірибені өткізудің сәті түспеді де, Беккерель үстіне уранның тұзы себілген мыс крест жатқан пластинаны үстелдің суырмасына салып қойған. 2 күн өткен соң пластинаны алып айқындаған кезде, онда кресттің айқын көлеңкесі түрінде дақ пайда болғанын байқаған. Бұл уран тұздарының сыртқы факторларын әсерінсіз-ақ өздігінен белгісіз сәуле шығаратындығын көрсетеді. Беккерель көптеген зерттеулер жүргізді. Кристалдар мен пластинаның арасына қағаз, шыны, алюминий пластинасы, мыс, әртүрлі қалыңдықтағы қорғасынды орналастырып күн көзіне қойды. Бірақ барлық зерттеулер нәтижесінде күн сәулесінің әсерінсіз-ақ сәуле шығаратындығын көрсетті. Содан элементтің, яғни уранның өздігінен сәуле шығару құбылысын радиоактивтілік деп атады. Радиоактивті зерттеуде алғашқы болып белсенді болған ғалымдар Беккерель, Эрнест Резерфорд және ерлі-зайыпты Кюрилер. 1898 жылы Францияда Мария Складовская Кюри мен Пьер Кюри торий деген элементтің өздігінен сәуле шығаратындығын ашты. Осы жылы уран кенін өңдеу арқылы радиоактивті 2 жаңа химиялық элементті бөліп алады. Радиоактивтілігі ураннан миллион есе қарқынды элемент радийді және екінші элементті Мария Складовскаяның отанының құрметіне полоний деп атайды. Қарап тұрсаңыздар, Менделеевтің кестесіндегі 88-ші тор көзде орналасқан, реттік номері 88-ші тор көзде орналасқан радиоэлементінен жоғары қарай элементтердің барлығы радиоактивті элементтер болып табылады. Олар өздігінен сәуле шығарады. 1899 жылы Эрнест Резерфорд және оның шәкірттері атом оң зарядты ядродан және теріс зарядты электрондарын тұратын эксперимент жүзінде толық дәлелдейді. Радиоактивті сәуле шығарудың құрамы күрделі екендігін дәлелдейтін эксперимент. Яғни, түбіне радий препараты салынған қалың қабырғалы кесек қорғасын ыдыс. Өзекшеден шыққан сәулеге оған перпендикуляр әсер еткен күшті магнит өрісі. Соның әсерінен сәуле 3-ке бөлінеді. Радийден шығатын сәулелер ағыны магнит өрісінен өткеннен кейін 3 топқа бөлінеді де альфа, бета, гамма деп аталады.
бастапқы ағынның екі құраушысы қарама-қарсы жаққа ауытқыған, яғни альфа мен бетта белгілі бір бұрышқа ауытып кетеді де, ал гамма сәулесі өзінің бағытын өзгертпейтінін Пьер Кюри байқаған екен. Радиоактивті сәуле шығарудың физикалық табиғатына тоқталайық. Яғни альфа, бетта сәулелерінің магнит өрісінде қарама-қарсы бағыттарда бұрылуы олардың оң және теріс зарядты бөлшектер екендігін аңғартты. Яғни альфа сәуле дегеніміз оң зарядталған бөлшектер ағыны. Кейінірек бұны гелий атомның ядросы екендігі анықталды. Ал бетта сәулесі деп теріс зарядты электрондар болып шықты. Гамма сәулесі жиілігі өте жоғары электромагниттік сәуленің жарығы екен. Қарап тұрсаңыздар, альфа оң, бетта теріс, гамма бейтарап сәуле. Север, юг, север, солтүстік, юг, оңтүстік. Яғни магниттер плюс пен минус өзара тартылатындығын білеміз. Яғни оңтүстік полюске қарай теріс зарядты сәуле тартылса, теріс полюске оң зарядты сәуле тартылған екен. Радиоактивті сәулелердің әртүрлі материалдан өту жағдайларын эксперимент жүзінде зерттеді. Альфа, бетта, гамма қағаздан өткізген кезде альфа өтпей қалады. Қалған екі сәуле өтіп кетеді. Демек, олардың өтімділігі альфаға қарағанда жоғары. Енді алюминий пластинадан өткен кезде бетта өтпейді де гамма өтіп кетеді. Ал қорғасынан гамма өтпейді. Демек, осы үш сәуленің ішінде гамма өтімділік жағына өте күшті сәуле екендігі және одан тек қорғасынан ғана қорғана алатынымыз анықталды. Сонымен радиоактивтілік дегеніміз радиоактивті элементтер ядроларының альфа, бетта және гамма сәулелерін шығару құбылысын радиоактивтілік, ал сәулелердің өздерін радиоактивті сәулелер деп атайды екенбіз. Альберт Эйнштейн радиоактивтіліктің ашылуын оттың ашылуымен теңестірді. Себебі бұл өркениет тарихындағы ең маңызды жаңалық болды. Демек, электромагниттік сәуленің 6 түрі бар. Олар радиотолқындар, инфрақызыл сәуле, көрінетін жарық, ультракүлгін сәуле, рентген сәулесі және бүгінгі өткен тақырып бойынша радиоактивті сәуле болып табылады. Жалпы радиоактивті сәуле қайда қолданылады? Радиоактивті изотоптар медицинада диагноз қою үшінде, терапевтік мақсаттар үшінде қолданылады. Аз мөлшерде қанға енгізілген радиоактивті натрий қан айналысын реттеу үшін қолданылады. Йод қалқанша безде, әсіресе базет ауруына ұшыраған кезде бөлінеді. Счетчиктің жәрдемімен радиоактивті йодтың жиналуына қарап диагнозды жылдам қоюға болады. Радиоактивті йодтың көптеген дозасы аномальды дамитын тканның біршама ыдырауын туғызады. Сондықтан базет ауруын емдеу үшін радиоактивті изотоп қолданылады. Кобальттың интенсивті гамма сәуле шығаруы түрліше рак ауруларын емдеуге қолданылады екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.